Сәлем қыздар, бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қарын бүрмені дайындаймыз. Ең алдымен жылқының қарны мына жерде менде, кез келген қойдың болсын қарнын алуға болады. Қарнымызды аламыз, ішіне ірілеп туралған ет немесе сүйегімен салуға болады. Жуа, картоп, сәбіз, сарымсақ, тұз, бұршын саламыз да, сосын мен қазы салып жібердім. Осылай қарнымыздың аузын тігіп тастаймыз. Бұл қарын бүрменің жасалу жолы маманың рецепті бойынша жасап жатқан мама. Енді қарнымызды осылай тігіп болғаннан кейін кастрюльге су құямыз салқын. Соның үстіне қарнымызды саламыз да, су батып тұрғанша. Енді қатты отта бір қайнатамыз, содан соң жай отта 2 сағат жарым, 3 сағат шамасында пісіреміз. Осымен қарын бүрмеміз пісті, өте дәмді болып шығады. Барлығы да жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.